Біз Excel құжаттарын басып шығару үшін разметка страницы көрінісі және қойындысымен жұмыс істеуде сенімді сезінеміз. Алайда бізде аздап бір қиындық туды. Келесі тапсырмасы үшін бізге New South Wales, жаңа оңтүстік Уэльс пен Виктория штаты деректерін бөлек беттерде пайда болатындай етіп басып шығару сұралды. Оны орындау үшін біз істеуіміз керек бірнеше нәрсе бар. Біріншіден, біз деректерді штат бойынша сұрыптауымыз керек. State штат бағанды басып, данные қойындысын ашып, сұрыптау түймесін басыңыз. Тамаша, енді Виктория деректері басталатын жерге түсу қажет. Қолмен жасайтын болсақ, бұл өте баяу болуы мүмкін, сондықтан біз найти құралын қайтадан қолданамыз. Найти құралына тез өту үшін Ctrl плюс F пернелер комбинациясын теріңіз. Мұнда Vic, Victoria деп теріңіз. Ұяшықтарда тек қана қысқаша Vic деп аталатын клиенттерді ғана қабылдау үшін біз учитывать ячейку целиком белгісіне құс белгісін қоямыз. Яғни бұл ұяшық ішіндегі мән толығымен сәйкес келетін ұяшықтарды ғана тауып береді. Содан кейін найти далее келесі табу түймесін басыңыз. Осылай тез керек ұяшықты тауып алдық. Біз мұны жабамыз және сіз Виктория жазбаларының бірнешесі New South Wales, жаңа оңтүстік Уэльстің деректерімен бір бетте орналасқанын көре аласыз. Біз оларды келесі беттен бастайтындай жылжытқымыз келеді. Және бұл үшін бізге разрывы, бет үзіндісі деп аталатын құрал қажет. Бет үзіндісін қосудың айласы біз бірінші аптада өткен закрепить, мұздату құралына ұқсайды. Яғни үзілім жасау үшін бір үзілім басталатын жердің төменгі оң жағын басып, кейін разрывы, келесі вставить разрывы таңдау керек. Осылай сіз енді менің Виктория деректерім келесі бетте басылатын байқайсыз. Айтып кететін нәрсе, ол маған қатар арасында ғана үзінді қосу керек болды. Сол себепті мен қатардағы бірінші ұяшықты таңдадым. Ал егер сіз бірінші емес басқа ұяшықты таңдасаңыз, сізде бағандар мен бағандар арасында үзілім пайда болады. Бұл әрекет көп жағдайда керек емес. Енді бет үзілімін жою үшін, сіз оны қосу үшін таңдалған ұяшықты таңдап, разрывы, үзілістерге оралыңыз және удалить разрывы страницы, бет үзілімін жою түймесін басыңыз. Тамаша, енді жұмыс кітабының басына оралайық. Ол үшін Ctrl плюс Home пернелер комбинациясын басамыз. Енді біз бұл деректермен тағы да басқаша нәрсе жасағымыз келеді. Мен оңға қарай айналдырамын. Сонда сіз жалпы бағанға условное форматирование, шартты пішімдеу қосылғанын мына белгішілер арқылы байқайсыз. Таблицамызда 5 түрлі индикатор бар. Және біз әр индикатор үшін бөлек топ, яғни бөлек бетке қойғымыз келеді. Сонымен біз тағы да алдымен сұрыптаймыз. Total жалпы бағанды нұқыңыз. Данные қойындысында сортировка функциясының от я до а деген таңдаймыз. Енді біз қайтадан экранның төмен жағына келеміз және страничный режимді таңдаймыз. Қазір бізде бүкіл жұмыс кітабымызға шолу жасауға болатын осы көрініс бар. Және сіз мұнда үзік көк сызықтарды көресіз. Бұл біздің автоматты 5 үзілістеріміз. Және біз оларды жылжытуымызға болады. Мен мұны осы жерден аламын. Сізде қос басты қара көрсеткі бар екеніне көз жеткізіңіз. Мен оны жасыл және сары көрсеткілердің арасында сүйреп апарамын. Енді сызық қою көк түске боялды. Бұл бізге қолмен үзіліс жасағанымызды көрсетіп тұрады. Тағы бірнешеуін жасайық. Сонымен менде 4 тобым пайда болды. Бұл біз қараған бірінші әдіске қарағанда әлде қайда жылдам. Әсіресе егер сіз көп бет үзілімдерін жасауыңыз керек болса. Енді деректердің разметка страницы режимінде қалай көрінетінін көрейік. Сонымен біздің бірінші тобымыз бар, екіншісі бар, және сіз қазір түрлі көрсеткілердің бөлек беттерге бөлгенімізді көре аласыз. Егер мен беттің барлық үзілістерін бір уақытта жойғым келсе, бір керемет құралды қолданамын. Ол үшін разметка страницы қойындысына қайта келіп, разрыв, оның ішінде сброс разрывов страниц түймесін басамын. Барлығы орнына келді. Тағы да бір таңқаларлық нәрсе. Мен оны басқан кезде масштабымды қараңыз. Ол 100%-ға қайтадан келді. Енді бұл бір түрлі болып көрінеді, бірақ шын мәнінде масштаб пен бет үзілістері, разрывы, арасында байланыс бар. Біздің страничный режим көрінісіне оралайық. Бұрын біз тек бір парақтағы деректердің көлемін масштаб құралы арқылы қалай азайтуға болатынын қарастырдық. Ал оны басқа қалай жасауға болады? Ол үшін мен бетте пайда болатын автоматты бет үзілісін аламын және оны оңға жылжытамын. Осылай сіз одан да көп деректерді бір параққа сыйдырдыңыз, және сіз оның масштабын 50%-ға түсіп кеткенін көресіз. Сонымен
бет үзілістері бізге масштабты басқаруға мүмкіндік береді